Сәлеметсіздер ме? Өзімді таныстырып өтейін. Мен ақпараттық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Маденова Әсем Ендамановна. Бүгінгі дәрістің тақырыбы компьютерлік графика түрлері. Дәрістің жоспары келесідей. Бірінші, компьютерлік графика түсінігі. Кескіндерді сығу әдістері, кескіндерді сақтаудың форматтары, Adobe Photoshop бағдарламасы, Corel Draw бағдарламасы, 3D Max бағдарламасы. Және де сонымен қатар, соңында сіздердің ыңғайлықтарыңыз үшін глоссарий келтіріледі. Компьютерлік графика деп бағдарламалық ақпараттық есептеуіш комплекстер көмегімен суреттерді жөндеу, жасау құралдарын әдістерін зерттейтін бөлімді айтамыз. Оған адам көре алатын монитор экранындағы немесе сыртқы тасушыдағы, ол қағаз, кинопленка, мата, тағы басқалар болуы мүмкін. Көшірмелер ретіндегі адам көзбен көре алатын суреттердің барлық формалары кіреді. Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді. Бірінші саласы ол ғылыми графика, екіншісі іскерлік графика, үшінші сала конструкторлық графика, сонымен қатар суреттеу графикасы, жарнамалық графика, компьютерлік анимация. Ғылыми графика. Алғашқы компьютерлер тек ғылыми және өндірістік есептерді шығару үшін қолданылды. Есептерден шыққан нәтижелерді дұрыс түсіну үшін оларды графикалық тұрғыда өңдеп, графиктер мен диаграммалар, сызбалар тұрғызған. Машинадағы алғашқы графиктерді символдық режимде басып шығаратын. Кейін сызбалар мен графиктерді қағазға қалам ұштың көмегімен сызатын арнайы құрылғылар, график салғыштар, плоттерлер пайда болды. Қазіргі заманғы ғылыми компьютерлік графика әртүрлі есептеу тәжірибелерін жүргізіп, олардың нәтижесін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Іскерлік графика қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі түрде ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді және тағы басқа объектілерді көрнекі түрде ұсынуға болады. Іскерлік графиканың программалық жабдықтарды электронды кестелердің құрамында болады. Конструкторлық графика. Инженер, конструкторлардың, архитекторлардың, жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. Компьютерлік графика бұл түрі сапырдың автоматтандырылған жобалау жүйелерінің міндетті элементі болып табылады. Конструкторлық графика құралдарын пайдалана отырып, жазықтықтағы кескіндерді, проекциялар, сызбалар ғана емес, кеңістіктегі үш өлшемді кескіндерді де жасауға болады. Суреттеу графикасы, көркем графика деп, компьютер экранында ерікті түрде сурет салу мен сызуды айтады. Суреттеу графикасының пакеттері жалпы мақсатта пайдаланылатын қолданбалы программалық жасақтамалардың қатарына енеді. Суреттеу графикасында қолданылатын қарапайым программалық жабдықтарды графикалық редакторлар деп те атайды. Жарнамалық графика. Теледидар пайда болғаннан кейін танымал бола бастады. Қазір компьютердің көмегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видео дәрістен мен видео презентациялар жасалады. Оларды жасау үшін қолданылатын графикалық пакеттер осы мақсатта қолданылатын компьютерлердің жады мен жұмыс істеу жылдамдығына үлкен талап қояды. Осы графикалық пакеттердің басты ерекшелігі ретінде олардың шыншыл кескіндер мен қозғалатын суреттерді жасау мүмкіндігін айтуға болады. Үш өлшемді объектілерден тұратын суреттерді салу, оларды бұру, жақындату, алыстату, деформациялау, үлкен көлемде математикалық есептеулерді қажет етеді. Мысалға, объектінің жарықтылық деңгейін, сол объектіге түсіп тұрған жарық көзін, оны қоршаған заттардың, олардың көлеңкелерін есепке ала отырып бейнелеу үшін оптиканың заңдарын есепке алатын күрделі есептеулерді жүргізу қажет.
Компьютерлік анимация деп дисплей экранында қозғалатын кескіндерді жасау өнерін айтады. Суретші қозғалатын объектінің бастапқы және соңғы қалпын бейнелейтін суреттерді ғана салады. Ал осы екі суреттің арасындағы барлық қозғалысты компьютер осы объектіні қозғалтуға қажетті алдын ала белгіленген математикалық есептеулерді орындай отырып, өзі суреттеп шығады. Белгілі бір жиілікпен бірінен кейін бірі пайда болатын осындай суреттердің жиынтығы экранда қозғалатын суреттерді бейнелеуге мүмкіндік береді. Мультимедиа деп компьютер экранындағы жоғары сапалы кескінді дыбыстық сүйемелдеумен біріктіруді айтады. Мультимедиа құралдары оқу-ағарту саласында, электронды ақпарат құралдарында және тағы басқа мақсатта қолданылады. Мультимедиа мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін компьютерге арнайы программаларды орнатып қана қоймай, арнайы құрылғыларды қосу қажет. Суретті форматтау әдісіне байланысты компьютерлік графика растрлық, векторлық, фракталдық деп бөлінеді. Растрлық графика суретті компьютерде нүктелер, яғни пиксельдер жиыны ретінде көрсету форматы. Осындай суреттерге мысалға сканерленген суреттер және сызбалар жатады. Векторлық графика сурет қарапайым геометриялық фигураларға жүктеледі. Квадрат, дөңгелек, эллипс, түзу және қисық, сызық тағы басқалар. Фрактальдық графика виртуалдық кеңістікте объектілердің көлемді модельдерін құру әдістерін зерттейтін үш өлшемді, яғни 3D графика жеке пән болып саналады. Растрлық графика кескін құрайтын мыңдаған пиксельдермен жұмыс жасайды. Растрлық кескін алудың ақпараттық жабдықтары келесідей: сканерлер, цифрлық фотокамералар, программалары, Paint, Painter, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop. Растрлық графика, оның артықшылықтары келесі: пиксельдер өлшемі кішкене болған кезде растрлық сурет жай суреттен кем көрінбейді. Растрлық суреттер принтермен оңай шығарылады. Растрлық графиканың кемшіліктері келесі: растрлық суреттерді сақтау үшін жадының көп көлемі қажет. Растрлық суреттердің масштабтау мүмкіндіктері шектеулі. Векторлық графикада кескіндер қарапайым объектілерден құралады, сызықтардан, доғалардан, яғни примитивтерден тұрады. Программалары Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia, Freehand. Артықшылықтары, яғни векторлық графиканың: бейне көлемді емес жадыдан орын алады. Бейненің сапасын жоғалтпай, жеңіл түрде масштабтауға және басқасын қозғамай кез келген элементін жөндеуге болады. Кемшіліктері: бейне фотографиялық сапада болмайды. Кейбір кездері қағазға басылмайды, немесе қағазда сапасы нашар болып бейнеледі. Фракталдық графика негізгі элементі математикалық формулалар, яғни компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды және кескін тек қана теңдеулердің көмегімен салынады. Сығу әдістері екі категорияға бөлінеді. Файл форматына қосылған алгоритм арқылы сығу әдісі, архиватор бағдарламалардың көмегімен арқылы сығу. Бірінші жағдайда арнайы бағдарлама алғашқы көлемін есептеп, оған сығу алгоритмдерін қолданады, яғни архивтейді, және жаңа файл құрады. Жаңа файлды алуда көлемі жағынан ұтынатынымыз көбірек болуы мүмкін. Дегенмен, файлды алғашқы қалпына келтірмейінше ешқандай бағдарламада жұмыс істеуге болмайды. Сондықтан да сығудың бұл түрі файлды ұзақ сақтау кезінде және мәліметтерді тасу барысында қолданылады. Күнделікті жұмыста қолдану тиімсіз. Сығу бағдарламалардың кең тараған түрлері zip, AAG, RAR және тағы басқа түрлері. Егер файл форматына сығу алгоритмі қосылған болса, онда сәйкесінше бұл бағдарлама сығылған мәліметті дұрыс интерпретациялайды. Сол себептен бұл сығу әдісі күнделікті қолданылатын үлкен көлемді графикалық кескіндермен жұмыс жасауда қолданған өте тиімді. Компьютерлік графикада кескіндерді сақтау файлдары пішімдерінің ең кемінде 30-дай түрі қолданылады. Ең жиі кездесетін графикалық кескіндерді сақтау форматтары:
TIFF жоғары сапалы растрлық кескіндерді сақтауға арналған. Пішімі .TIF графикалық, беттеу, дизайнерлік программаларда қолданылады. PSD Adobe Photoshop программасының өзіндік пішімі. Растрлық графикада ақпараттық сақтаудың мүмкіндіктері жоғары пішімдердің бірі. PSX Paintbrush программасының растрлық мәліметтерді сақтау пішімі. Windows Bitmap Windows операциялық жүйесінде растрлық кескіндерді сақтау пішімі. Кеңейтілуі .BMP. Осы ортада жұмыс істейтін қосымшаларда қолданылуы мүмкін. PNG кескіндерді интернетте жариялау үшін сақтау пішімі. WMF Windows 95 операциялық жүйесінде векторлық кескіндерді сақтау пішімі. Фотосуреттерді сканерлеу және өңдеуде, кітаптар мен журналдар үшін кәсіби бейнелерді, кескіндерді дайындауда. Интернетте бағдарламалардың стандартты емес интерфейстерін құрастыруда пайдаланылады. Растрлық графикамен жұмыс істеу бағдарламаларының, соның ішінде Adobe Photoshop бағдарламасын таныстыру. Adobe Photoshop пакеттердің әйгілі мүмкіншіліктері кеңейтілген және жаңа пакеттер қосылған. Photoshop және ImageReady құрамына тез қарап шығу үшін және суреттер тобын басқару модулі енген. WBMF форматындағы қалтаға салатын компьютерлерде PDA қолданылатын импорт және экспорт фильтрі қосылған. Бірнеше суреттерді немесе суреттің көшірмелерін бір параққа қоятын құрал пайда болды. Оның сыртында бұл құралды суреттерде алдын ала миниатюра ретінде көруге мүмкіндік беретін веб-галереяларды жасауда қолданылады. Adobe өнімдерінде қатынауды қамтамасыз ететін AfterCast серверлік кеңейтілуі енді. Егер қолданушының біреуі файлға өзгеріс енгізсе, онымен бірге жұмыс істейтін адамдардың барлығы оны көреді. Бірақ AfterCast баптау жүйелік администратордың жұмысы. Сондықтан Photoshop'ты үйде ғана қолданылатын адамдар бұл құралмен таныс емес. Кисть, аэрограф баптауының 12 параметрі бар. Бұл алдыңғы версиясына қарағанда 3 есе көп. Бұл дәстүрлі сурет, яғни живопись салу құралдарын нағыз түрде жасай алады. Шаблон ретінде әртүрлі растрлық суреттер қолданылады. Суреттің фрагменттері негізінде текстура жасау құралдары жетілген. Healing Brush жаңа құралы пайда болды. Оны Clone Stamp құралының жетілдірілген түрі ретінде немесе суреттің бетіндегі әртүрлі артефакттерді жоғалту құралы ретінде қолдануға болады. Бұл жағдайда жарық көлеңке ойыны және түп нұсқаның текстура суреті толығымен сақталады. Жасаушылар Healing Brush құралын портреттік суреттердегі шаң басқанда, кішкене жарақаттарды, сондай-ақ әжімді, меңдердің жасыруына қолдануды ұсынады. Сырттай түскен жарықты жасыруға болатын автокалор құралы қосылады. Бұл құралды қолдану сандық және қарапайым камералармен жасанды жарық кезінде алынған суреттерді жөндеуді жеңілдетеді. Сканерленген негативтерден маскаларды өшіру кезінде автокалор жақсы нәтиже береді. Photoshop құрамына алғаш рет дұрыс жазуды тексеру құралы енді. Веб графикасымен жұмыс жасауға арналған ImageReady бағдарламасы жаңарды. ImageReady'де анимацияларды басқару өзгерген. Сондықтан алғашқы версияларына қарағанда қарапайым болады. Интернетке таратудаға арналған графиктерді оптимизациялау құралдары жетілдірілді. Бұрын бұл модуль жұмысы сынау объектісі болған және веб-мастерлерге басқа фирмалардың өнімдерін қолдануға тура келеді. Photoshop және ImageReady шығу кезінде қарсылас бағдарламалық өнімдер жөндеуге файлдардың көлемінен көп айырмашылығы жоқ файлдарды береді. Мәзір жолы. Барлық Windows қосымшаларына қалыпты элемент. Ол келесі мәзірден тұрады. Файл. Бұл мәзірмен жұмысты бастаған кезде және аяқтаған кезде қолдануға тура келеді. Өйткені оның функциясының көбі файлдарды құрумен, ашу және сақтаумен байланысты. Edit, түзету. Бұл мәзірде редакторлеу командасының көбі орналасқан. Олар басқа бағдарламаларда да кездеседі. Image, бейнелеу. Бұл мәзір бейнемен жұмыс істеуге арналған. Оның командаларының көбін осы бағдарламада жиі қолданамыз. Layer, қабат.
қабаттармен жұмыс жасалады. Select – белгілеу, белгі жасау және оны редакторлеу. Фильтр – сүзгі. Бұл мәзірде сүзгі орналасады және әртүрлі функцияларды орындайтын Photoshop'тың басқа модульдері орналасқан. View – кескін. Пайдаланушыға жұмыс кезінде көмектесетін әртүрлі баптаулар орналасады. Windows терезе. Бұл мәзір арқылы құжаттың экран бетіндегі қозғалысын қадағалауға болады. Help – көмек, яғни көмек сұрау жүйесінің командасы. Құралдар тақтасы. Құралды белсендіру үшін экранда көрініп тұрған пиктограммаға шертуге болады. Кейбір пиктограммалардың жанында кішкентай бағыттаушы орналасқан. Егер оған шертетін болсақ, осы топқа жататын құралдарды таңдауға болатын қалқымалы палитраны ашуға болады. Тік төртбұрышты белгілеу. Ең қажетті құралдардың бірі. Тік төртбұрышты белгілеген аумақ жасауға көмектеседі. Орын ауыстыру, move. Бұл құрал арқылы қабаттардың, фигуралардың, белгіленген бейнелердің орнын ауыстыруға болады. Лассо. Лассоның 3 түрі бар. Лассоның бұл түрі қолданыстан кетіп барады, өйткені онымен бейнені қию өте қиын. Полигондық лассо. Бұл құралмен бейнені қиған өте ыңғайлы, өйткені ол кескінді қиғанда шекараны ұсақ қадамдар арқылы тұрғызуға мүмкіндік береді. Магнетик лассо. Қиын геометриялық пішімдердің қиғанға ыңғайлы құрал. Мысалы шаштарды, оның бейнені қию жылдамдығы өте жоғары. Magic wand сиқырлы таяқша. Пиксельдер аумағын оның түрлі ұқсастығына байланысты белгілейді. Crop рама. Бейнені шектеуі бойынша қию үшін арналған бірден бір құрал. Slice фрагмент. Бейнені фрагменттерге қию үшін арналған. Егер сіз веб-дизайн облысында жұмыс істесеңіз, бұл құрал сізге өте қажет және пайдалы болады. Healing brush қылқалам. Бұл құрал көп жағдайда бейнені өңдеуге арналған. Brush қылғалам активті түс пен сурет салуға арналған. Clone stamp қалып. Ең қажетті және қызықты құралдардың бірі. Фотоны монтаждауда қажет. History brush қайта қалпына келтіру қылқаламы. Бейненің алдыңғы жағдайын қайта қалпына келтіруге арналған құралдар. Өшіргіш ең қажетті және көп қолданылатын құрал. Бейненің қажетсіз жерлерін өшіріп, алып тастауға мүмкіндік береді. Paint bucket бояу. Бұл құралды жиі қолдануға тура келеді. Ол бейнені түспен бояуға мүмкіндік береді. Шаю. Бейненің бөлігін шаюға арналған құрал. Жарықтау. Пиксельдердің үлкеюіне байланысты өзгерту. Бұл бейненің жарықтануына әкеледі. Мәтін. Мәтін жазуға арналған құрал. Пиро. Қалам. Векторлық контурларды салу және редакторлеуге арналған құралдар. Тік төртбұрыш. Векторлы фигураларды салу құралдары. Таңба. Notes. Жұмыста мәтіндік таңбалар салуға арналған. Аудио жазба. Таңба құралына ұқсас, бірақ таңба мәтін түрінде емес, дыбыс түрінде көрсетіледі. Пипетка. Бұл құралдың ыңғайлығы кез келген құралды альт пернесін басып ұстап тұратын болсақ, ол автоматты түрде пипеткаға айналады. Сызғыш. Ара қашықтықты және бұрыштарды өзгертуге мүмкіндік береді. Қол. Бейнені экран шегінде қозғалтуға мүмкіндік береді. Масштаб. Бейнені масштабтау үшін қолданылады. Векторлық графикамен жұмыс істеу программалары. Corel Draw бағдарламасы векторлық бейнелермен жұмыс жасауға арналған. Бағдарламаны векторлық графикалық редактор деп атайды. Векторлық редакторлар баспа ісі мен жарнамалық кәсіпкерлікте кең қолданыс тапты. Corel Draw бағдарламасының артықшылықтары. Біріншісі, лупа құралына ештеңе тең келмейді. Ол көптеген арнайы әсер алуға көмектеседі. Соның ішінде суреттің фрагментін ғана үлкейте алуы және фонның түсіне байланысты мәтінді автоматты түрде түсін өзгертеді. Бейнелерді, суреттерді қиып алуға болады. Photoshop сыртқы модульдерін және
2 және 3 әсерді қолданып түрлі фильтрді салуға және бұзылған суреттерге бүгінгі беттер түрін келтіреді. Смуг моделін жүзеге асыру мүмкін. Бұл байланыста CorelDRAW сәтсіздіктерге ұшырайды. Кодек CMS түсінігінің басқару жүйесімен бағдарлама жұмыс істей алса да, әлі қорқыныш туғызады. CorelDRAW бағдарламасының кемшілігі. CorelDRAW құрал саймандарының көптігінен сурет салуда көп мүмкіншілік туғызады, бірақ басып шығаратын беттің түрі анық емес және веб беті бұл пакеттің мүмкіншіліктерін шектейді. CorelDRAW бағдарламасын іске қосып болғаннан кейін, келесі батырмаларды қамтитын Welcome to CorelDRAW диалогтық терезесі ашылады. Ол CorelDRAW-ға қош келдіңіз дегендері. New Graphic жаңа құжат құру, Open Last Edited құжатты ашу, соңғы редакторланған құжатты ашу, Open Graphic құжатты ашу, Template, шаблон негізінде жаңа құжат құру, Corel Tutor, Corel оқулығын шақырту, What's New бағдарламаның жаңа функцияларының сипаттамасын шақыру, CorelDRAW бағдарламасының интерфейсі. Келесідей, Windows стандарттарына сәйкес тақырып жолының астында меню өте күрделі, яғни саны көп меню ішіндегі менюлер мен командалар. Жұмыс кеңістігінің сол жақ бөлімінде жұмыс тәртібін, яғни режимін таңдауға арналған элемент интерфейсі, құралдар тақтасы, Toolbox орналасқан. Таңдау тәртібі құралдар тақтасындағы кез келген батырмаға тышқанға шерту арқылы орындалады. Құралдардың кейбір батырмаларының төменгі оң жақ бұрышында үшбұрыш жабдықталған. Ол дегеніміз бұл батырмамен бірнеше құралдар байланыстырығын көрсетеді. Меню жолынан кейін құралдық жол орналасуы мүмкін. Кез келген құралдық жол тәуелсіз тақта түрінде экранның кез келген жерінде еркін жағдайда болуы мүмкін. Ол үшін жолақтың сол жақ бөлігіндегі аймақты екі сызықпен басып, алып және сәйкес тақырыппен тақта түрін алған жолды орналастыру қажет. Қайтадан жолға айналдыру үшін тақырыпты басып алып және оны жоғары орналастыру керек. Сол және басқа жолдарды шығару Windows менюі Toolbars құралдық жолдар командасы арқылы шақырылатын Options параметрлер диалог терезесіндегі Customize баптау бөлімінде қамтамасыз етіледі. Стандартты құралдар тақтасында файлдарды ашуға, файлдарды сақтауға, алмастыру буфері жүйелерінің операциялары және тағы басқа сәйкес жиі орындалатын командаларды басқару элементтері орналасқан. Стандартты тақтадан төмен атрибуттар тақтасы немесе қасиеттер тақтасы орналасқан. Ол ерекшеленген объектінің және стандартты операциялардың басқару параметрлеріне сәйкес келетін, оларды таңдалған құралдың көмегімен орындауға болатын барлық басқару элементтерінің жиынтығын ұсынады. CorelDRAW терезесінің төменгі бөлігінде қалып күй жолы бар. Онда жұмыс үрдісіндегі ерекшеленген объект жайлы мәліметтер шығады. Жұмыс кеңістігінде суреттеме орналасатын баспа бетінің бейнесі көрініп тұр. Көлденең орналасқан айналдыру жолағының сол жағында беттен бетке көшуге болатын беттің атымен атылған батырмалар мен таңбашалар, яғни навигатор деп аталатын басқару элементі орналасқан. Айналдыру жолақтары координаталық сызғыштар, яғни координаталарды өлшеу үшін түйісілетін терезе ерекше рөл атқарады. Докерлер бағдарламасының функциясына кіруді қамтамасыз етеді. Әртүрлі міндеттер үшін әртүрлі докерлер арналған. Олар 10-нан астам. Оларды қажет кезінде ашуға болады. CorelDRAW мен жұмыс істеу кезіндегі негізгі әдістер. CorelDRAW-да қолданушы бір әсерді бірнеше тәсілдің көмегімен өзіне керекті стильді таңдап істей алады. Құралдар тақтасында барлық құралдар жинақталған. Олардың көмегімен графикалық объекттерді құруға, ерекшелеуге, түзетуге және орналастыруға болады. Тік төртбұрыш. Құралы кез келген төртбұрышты және шаршыларды, сонымен қатар жұмырланған бұрыштарды құруға арналған. Эллипс шеңберлер мен эллипстер салу үшін қолданылады. Көпбұрыш құралы. Бұл жақтардың саны белгілі берілген геометриялық объект,
спираль құралы шиыршық санымен анықталған радиуспен үздіксіз қисық түріндегі геометриялық объект спираль құру үшін арналған. Қисық құралы еркін сызықтарды қолмен салуға арналған. Осы құралдың көмегімен түзу сызықтар да салынады. Ол үшін бастапқы және соңғы нүктесінде шерту жеткілікті. Безье қисығы құралы. Бұның көмегімен лездік ұмтылықпен кез келген жиек құруға болады. Суперсызық. Бұл құралдың ерекшелігі оның жұмысының нәтижесі немесе сол басқа кескіндеме әсерді еліктейтін объектілер жиынтығы немесе жиек бойына орналасатын объект болып табылады. Көрсеткіш мәтіндік және графикалық объектілерді ерекшелеу, орын ауыстыру және масштабын өзгерту үшін қолданылады. Есте сақтаған жөн, пик құралын басқа құралдармен жұмыс істеу кезінде белсенді ету үшін бос орын пернесін басу жеткілікті. Объектілерді көшіру. Corel Draw бағдарламасында объектілерді көшірудің бірнеше тәсілдері бар. Бірінші, қайталау. Дублировать командасының көмегімен, клонировать командасының көмегімен, алмасу буферін қолданумен және перне тақтадан плюс пернесін басумен объектіні ерекшелеп және бос орын пернесін басып тұрып, оны алып бару керек. Объектілерді түрлендіру. Бұл тақта докер типіндегі тақта болып қолданылатын келесі барлық функцияларды қолдануға болады. Орналастыру, position батырмасы. Объектілерді жылжытады, rotation, айналу батырмасы, объектілердің айналуы, бұрыш өрісінде қажетті меңдерді орнату және орта өрнесінде айналу нүктесін анықтау. Ортасына өрісінде анықталған айналу нүктесіне қатысты немесе қосымша өрісте анықталған қосымшаның қандай да бір нүктесіне қатысты айналуды қамтамасыз етеді. Масштабтау және бейнелеу. Бұл батырма объектілердің масштабтайды және бейнелейді. Өлшем батырмасы объектінің өлшемін анықтайды. Енгіш батырмасы объектіні еңкейту. Объектілерді реттеу және туралау. Туралау деп барлық ерекшеленген объектілердің анықталған нүктелі бір түзуде жайғастырылған түрдегі орналастыруды айтамыз. Corel Draw'да Arrange, Align and Distribute ретке келтіру, туралау және реттеу командасы және атрибуттар тақтасына туралау батырмасы қарастырылған. Объектілерді реттеу деп ерекшелеу ернеуі мен белгілегіштер арасындағы тең ара қашықтық сақталатын объектілерді орналастыруды айтамыз. Объектілерді автоматты түрде реттеу операциясының басқару элементі реттеу командасындағы туралау және реттеу диалог терезесінде орналасқан. Көлденең жалаушылар тобы ерекшеленген объектілердің көлденең реттеу тәртібін басқарады. Жалаушалардың тігінен тобы ерекшеленген объектілердің тігінен реттеу тәртібін басқарады. Реттеу қосқышы екі альтернативаны ұсынады: ерекшелеу шегінде және extent of page. Shape пішін, форма құралы векторлық жиектерді түзетудегі жалғыз құрал болып табылады. Shape құралы мәтіндік объектілермен жұмыс істегенде әріп аралық және сөз аралық бос орындарды өзгертуге мүмкіндік береді. Пышақ құралы объектілердің бірнеше жеке объектілерге бөлуге арналған. Corel Draw'да қарапайым мәтін енгізбес бұрын ол бетке орналасатын орынды сызып қою керек. Ол үшін мынаны орындау қажет. Мәтін құралын таңдаңыз. Көрсеткіштен кейін мәтін орналасатын пунктирленген тік төртбұрыш. Мәтін орналасатын орынды сызып қояды. Жиек құрылып болғаннан кейін сол жақ жоғарғы бұрышта мәтінді енгізуге арналған меңзер көрінеді. Түстің өзгеруі, контурлар. Тышқанның оң жақ батырмасымен түстер палитрасына шерту. Outline сайманы. Екіншісі фондар. Тышқанның сол батырмасын түстер палитрасына шерту. Құю сайманы, бірыңғай құю, градиенттік құю. Өрнектелген құю. Екісіз немесе көп түсті шаблондар растрлық форматта. Текстуралық құю,
әртүрлі материалдағы дайын текстуралардың кітапханасы. Құюды болдырмау, интерактивті құю сайманы, фонға бірнеше түстер құю. Торланған интерактивті құю фонға бірнеше бөліктермен құю. RGB түстік моделі. RGB түстік моделі өте қарапайым. Бұл модельде мониторлар және телевизорлар жұмыс жасайды. Қандай болсын өң үшін негізгі компоненттен тұрады деп есептелінеді. Қызылдан, жасылдан және көктен. Смуг түстік моделі. Бұл модельді экрандық емес басып шығаратын суреттерді жасау кезінде қолданылады. Олар өтпелі емес бейнеленген жарықта көрінетіндігімен ерекшеленеді. Қағазға бояу қаншалықты көп салынса, соншалықты HSB түстік моделі. Кейбір графикалық редакторлар HSB түстік моделімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. RGB моделі компьютерлерде, смуг моделі типографияда ыңғайлы болса, HSB моделі адамға ыңғайлы. Ол қарапайым және түсінікті. HSB моделінде 3 компонент бар. Түстің өңі, түстің қоюлығы, түстің ашықтылығы. Бұл 3 компонентті басқара отырып, қалған 2 модельмен жұмыс жасағандағыдай көп түс алуға болады. Түстік палитра бұл түс қандай кодпен кодталғаны туралы ақпарат сақталатын деректер кестесі. 3 өлшемді графика 3D Studio Max. 3 өлшемді графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау және физикалық объектілерді компьютерде үлгілеу облыстарында кең таралған. Мысал ретінде 3 өлшемді үлгілеудің күрделі нұсқасын физикалық дененің қозғалатын суретін жасауды қарастыру. Объектінің шынайы формасына сәйкес келетін виртуалды каркасын, қаңқасын жобалау және жасау. Шынайы физикалық қасиеттері бойынша материалдарға ұқсас виртуалды материалдарды жазу және жобалау. Объектінің әртүрлі сыртқы бөліктеріне материалды меншіктеу. Объектіні әрекет ететін кеңістіктің физикалық параметрлін баптау, жарық шашу, бет және өзара әрекеттесін объектілердің қасиеттері, объектінің қимылдау жолын беру, нәтиже беретін кадрлар қатарын есептеу, нәтижесінде шығатын анимациялық рөлге әсерлерді енгізу. 3D Studio Max жұмыс жасау кезіндегі экран бейнесі. 3D Studio Max-тың құрал жабдықтары мен командалары нақты операцияларды орындау үшін қолданылады. Сондықтан олардың қайда орналасқанын және не үшін қолданылатынын білу қажет. Программаның меню жолы және құрал жабдықтар панелінің жиынтығы орналасқан. Меню жолы бұл 3D Studio Max терезесінің жоғарғы жағында орналасқан аталған элементтердің тізбегі. Құрал жабдықтардың негізгі панелі салым панелінің төменгі жағында орналасқан. Мұнда 3D Studio Max-тың негізгі құрал жабдықтары орналасқан. Бұл панелдің құрал жабдықтарының батырмалары сахнадағы объектілерді бейнелеу, модельдерді организациялау үшін арналған. Проекция терезесінің төменгі жағында басқарудың тағы бір аймағы бар. Бұл аймақ екіге бөлінген. Анимацияны басқару элементтері және проекция терезелерін навигациялау элементтері. Стандартты примитивалар. 10 стандартты примитивтерге келесілер жатады. Параллелепипед, конус, сфера, геосфера, цилиндр, құбыр, тор, пирамида, шәйнек және жазықтық. Стандартты деректер 3 категорияға бөлінеді. 1 сатылы, 2 сатылы, 3 сатылы. Біз бір қимылмен ақ келесі стандартты примитивтерді жасай аламыз. Сфера, геосфера, шәйнек және жазықтық. Ал 2 сатылы стандартты примитивті жасау үшін 2 қимыл қажет. Оларға мыналар жатады: тор, параллелепипед, цилиндр және пирамида. 3 сатылы стандартты примитивтерді жасау үшін 3 қимыл керек. Және оларға құбыр мен конус жатады. Әрекеттер барлық примитивалар тор терезесінде орындалады. Сплайндар. Бұлар тік бұрыш, эллипс немесе жұлдыз, сондай-ақ
мәтіндік символдардың контурлары сияқты стандартты екі өлшемді геометриялық фигуралар. Нервс, curves, қисықтар, сынықтары жоқ, толқынды қисықтарды құруға мүмкіндік беретін сызық түрі. Нервс, қисықтар көрініс кеңістігінде белгіленген нүктелерді не басып өтеді, немесе оларды айналып өтеді. Сплайндар көмегімен үш өлшемді объектілер құру. Сплайндар және нервс қисықтары shapes категориясына жатады. Олардың екеуі де өз бетімен жеке объект құра алмайды. Лофтинг әдісі немесе айналдыру және ойып алу модификаторларының көмегімен үш өлшемді объектілерді құруға арналған. Бұл модификатордың көмегімен кез келген объектіні майыстыруға болады. Ол жіңішке және ұзын объектілермен жұмыс істегенде өте қолайлы. Тейпер модификаторы объектінің бір жағын екінші жағынан жіңішкертеді, немесе жуандатады. Мысал ретінде конусты алуға болады. Ол негізінде тейпер модификаторы қолданған. Цилиндр болып табылады. Бұл модификатордың күші -10-нан 10-ға дейінгі диапазонда орналасқан. Curve қисықтық параметрінің мәні модификатордың қолдану түрін анықтайды. Жіңішкерту үшін екі ось қолданылады. Алғашқы primary параметрі немесе эффектінің қосымша осі, эффект параметрі. Осы екі параметрге әртүрлі модификатор қолдану арқылы әртүрлі нәтиже аталуға болады. Келесі әдіс лофтинг әдісі. Үш өлшемді объектінің қабықшасын лофтинг әдісімен де құруға болады. Лофтинг әдісімен құрылған объект бұл үш өлшемді объект. Оның беті бір жолдың бойымен орналасқан бір немесе бірнеше тіреу формаларынан жасалып түрлендірілген. Объектіні лофтинг әдісімен құру үшін жоқ дегенде екі форма қажет болады. Біреуі қима ретінде, ал екіншісі жол ретінде. Құрама объектілер. Құрама объектілер бұл екі немесе одан да көп үш өлшемді объектілердің геометриялық модельдерінен және формалардан құралған дене. Құрама объектілерді тұрғызу көптеген нақты заттарды модельдеудің өнімді әдісін ұсынады. Морфингті объектілер. Морфинг түрлену. Бұл түрдегі объектілер бір дененің басқа денеге өзгеру анимациясын орындауға мүмкіндік береді. Морфинг процесі кезінде өзгертілетін объект бастапқы seed деп аталады, ал морфингтік өзгерту нәтижесіндегі құрылатын объектілер мақсаттық target деп атауды иеленеді. Булдік объектілер, булин. Үш өлшемді денелердің буль алгебрасы принципі бойынша құрылады. Тесіктерді жасау үшін, көлемді денелерді ою үшін және бірнеше объектілерді біріктіруде қолданылады. Формамен біріккен объектілер. Бұл объектілер сплайндық форманы үш өлшемді дененің бетімен біріктіруге мүмкіндік береді. Формалар тор бетіне икемделеді немесе тордан қиылып алынады. Бөлінген объектілер. Үш өлшемді объектті басқа объект ретінде бетіне жабыстырып, шашырату нәтижесінде жаңа дене алуды ұсынады. Шөп сабағын, гольф добы бетіндегі кішкентай шұңқырды немесе ландшафт моделіндегі ағаштарды имитациялау үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бірігетін объектілер. Бұл түрдегі объектілер өз арасында екі бастапқы денедегі ойықтарды туннельге ұқсас біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл жұмыс істеу үшін бастапқы объектілерде ойықтар болу үшін керек. Екі объектінің де ойықтары бір-біріне қарап тұруы қажет. Назарларыңызға глоссарий ұсынылады. Пиксель. Суреттің экрандық көшірмесі үшін растрдың элементарлық нүктесі. Келесі ұғым түзу. Векторлық графикадағы элементарлық объекті. Линиатура. Растр торының жиілігі дюймдегі ірі сызықтар санымен өлшенеді. RGB түстік моделі үш компоненттен тұрады. Қызыл, жасыл және көк. Смуг түстік моделі
Бұл модельді экрандық емес, басып шығаратын суреттерді жасау кезінде қолданылады. 4 компоненттен тұрады: ақ, қызыл, жасыл және көк. HSB түстік моделі. HSB моделінде 3 компонент бар: түстің өңі, түстің қоюлығы, түстің ашықтылығы. BMP Bitmap Microsoft корпорациясымен жасалған Windows жүйесінде қолдануға негізделген растрлық формат. PCX Paintbrush бағдарламасына арналып ZSoft фирмасымен жасалған растрлық форматтарының бірі. TIFF Target Image File формат. Сканерленген суреттерді сақтау үшін Aldus фирмасымен арнайы жасалған. PSD Adobe Photoshop бағдарламасының өзінің форматы. Healing Brush суреттерді өңдеу құралдары. JPEG Joint Photographic Expert Group. Бұл форматта алғаш рет суреттің сапасын кемітіп, сығу принципі жүзеге асты. GIF Graphic Interchange формат. CompuServe фирмасымен аумақтық желілерде растрлық суреттерді жіберу үшін арнайы жасалған. CDA CorelDRAW иллюстрациялық программасының форматы болып табылады. PDF Portable Document формат. Ambibab формат Adobe System фирмасында электрондық құжатты тарату үшін жасалған. DSC Desktop Color Separations Quark компаниясы шығарған. Әлемге әйгілі экспресс баспа жүйесінің жұмысы. Move ерекшеленген облыстарды жылжыту құралдары. Lasso еркін формадағы облыстарды ерекшелеу құралдары. Magic Wand бір түсті облысты ерекшелеу құралдары. Crop суреттің шек жақтарын көрсету құралдары. Slice суретті фрагменттерге бөлетін құралдар. Пайдаланылған әдебиеттер. Кириленко Самоучитель по компьютерной верстке. Кириленко издательская группа 2000 жылы. Пономаренко CorelDRAW 2000 жылғы. Студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар. Компьютерлік графика туралы түсінік. Екінші сұрақ. Компьютерлік графика түрлері. Үшінші сұрақ. Компьютерлік графика артықшылығы және кемшілігі. Төртінші сұрақ. Экранның, принтердің, бейнелердің шешімділігі. Келесі сұрақ. Векторлық графика артықшылықтары және кемшілігі. Соңғы сұрақ. Фрактальды графика. Жетінші сұрақ. Растрлық бейнелердің сақталу форматы. Сегізінші сұрақ. Векторлық бейнелердің сақталу форматы. Келесі сұрақ. Компьютерлік графика бөлімдері. Графикалық мәліметтерді сығу әдістері. Түс ұғымы. Түс шешімділігі. Түс модельдері. 14-ші сұрақ. CorelDRAW туралы түсінік. 15-ші сұрақ. CorelDRAW'да жұмыс істеу принциптері. Adobe Photoshop бағдарламасы.